Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен бірге дәл осы британский фунт, австралийский доллар валютный параларына анализ жасайтын боламыз. Соңында біз Quotex платформасымен және біз Pocket Option платформасымен сделка қарастыратын боламыз. Олай болса, достар, біз видеомызда бастаймыз. Достар, бірінші біз анализде көпшіліктің көзқарасын сызып аламыз. Бізде қазір көпшіліктің көзқарасы жоғары қарай кетіп бара жатыр. Енді біз, достар, мұнда қарайтын болсақ, 3 рет подъем секірісі болған байқауымызға болады. Вот 1 секіріс, 2, 3. Бізде не болып жатыр? Алдағы уақытта бағалар тұрақсызданып жатыр. Вот мына жерде мен сразу сары аймақтармен белгілеп кетейін. Дәл осы жерлерде скопление аймақтары болған, достар. Так, қарайтын болсақ, бізде алдағы уақытта баға өзінің бір максимальный аймағына жеткен секілді. Өйткені мен бұрынғы тарихынан қарап, дәл осындай сопротивление аймағын сызып аламын. Бұрынғы бағасына қарайтын болсақ, достар, вот бізде максимальный жоғары қарай көтеріліп, қайтадан төмен қарай түсіп бара жатқан еді, иә? Бірақ ортада не істеді? Ортада тағы бір үлкен разворот жасады. Бұл ненің кесірінен? Бұл бізде дәл осындай бағалардың ауысымы. Вот, достар, ортасына қарайтын болсақ, бізде ортасында үлкен скопление аймағы тұрған. Сол скопленияның арқасында бір разворот жасады және бір разворот арқылы сатушылар не істеді? Бір төменге түсіп көрді. Бұл жерде астында төменде кімдер тұр? Астында бізде поддержка аймағы тұр. Сатып алушылардың аймағы тұр. Так, бұны біз жасыл аймаққа белгілеп қоямыз. Вот, жасыл аймаққа белгілендік. Біз, достар, мұндағы поддержка аймағына қарайтын болсақ, бізде остановкалар тұр. Вот, бұл жерде бір остановка болған, мына жерде бір остановка болған, екі остановка болды ғой, иә? Бізде енді үшінші остановка. Бұл максимальный түсетін аймақ поддержка аймағы деп есептеледі. Енді біз жоғарыдағы сопротивлениенің повороттарын белгілеп кетейік. Мұндағы скоплениялар үшін сіздерге түсінікті болды. Қай жерде скопление болған, баға ауысымдары болғанын сіздерге түсінікті болып тұр. Енді, достар, біз қарайтын болсақ, свечаларына және олардың объемдарына мән берейік. Мына жерде свечаларда жасылдар мықты болып тұр. Жасыл свечалар қара свечадан қарағанда өте ірі және көп. Және астындағы объемдары да дәл солай. Астындағы объемдар, жасыл объемдар по порядкам келген, бәрі целовый келген, және астында қызыл свечалар ғана әлсіз болған. Бірде бар, бірде жоқ деген сияқты. Вот. Енді баға не істеп жатыр? Баға бізде лонг позициясына кетіп бара жатыр. Мына жерде бізде вроде баға скопление болып жатыр. Астына қарай кетуі мүмкін баға өзінің бір мақсаттық аудиториясына келді деп айтуларыңыз мүмкін. Бірақ, достар, мұнда қарайық біз. Егер мына жердегі свечалар мына жерге келді ғой, тендер, көрді, мына жердегі сопротивление аймағын көрді. Егер бұл свечалар дәл осы аймақты тесіп көрді да, ары қарай сатушылар бар екенін көрді. Бірақ сіздерде, достар, былай, бізде трендовый линия деген сөз бар. Көпшіліктің көзқарасы. Бізде қазір ең мықты болып тұрған жасыл свечалар. Жасыл свечалар өте крупный болып тұр. Және олардың объемдары қызыл объемдардан қарағанда көп, әрі целовый тұр. Ауысымдары дәл осы свечалардың теласы бойынша бірге бір келгенде объемдар. Ал свечаның қызыл объемдары бірге бір келмеген. Өйткені мұндағы свеча екі құлағы да, екі тені де үлкен, денесі кіші, мұндағы ұзын тені үлкен, мұндағы кіші тендер астындағы объемға тура келмеген. Бұл деген сөз қара свечаларда сенімсіздік жоқ. Олар әлі күшті емес. Жоғарыда күшті сатушылар жоқ деген сөз. Жоғарыда әлсіз сатушылар тұр. Значит, баға бізде алдағы уақытта дәл осы скопление аймағынан шыққаннан кейін баға бізде любой случайно жоғары қарай көтеріледі. Өйткені мына аймаққа бір жетіп көрді. Вот мына аймаққа бір жетіп көрді, мынаның басына, мына осы жердегі, мен былай белгілеп қойыншы, осы остановка бір барып көрді ғой, да? Осы остановка бір барып көрді. Енді бізде баға дәл осы жерде скопление аймағында болады, достар. Солай скопление аймағында болады, дәл осылай келіп жоғары қарай көтеріледі, достар. Бұны не деп атайды, достар? Бұны бізде имбаланс деп атайды. Имбаланс. Бізде баға солай. Дәл осы жерде скопление аймағы дәл осылай болады, кейін барып бізде жаймен жоғары қарай көтеріледі. Оны бізге көпшіліктің көзқарасы айтып тұрмын. Мына жерде трендовый линияны сыз қойдың ғой, мен мына жерде қап-қара көрдік қой стрелканы. Бұл не деп жатыр? Бұл жоғары қарай кетіп бара жатыр деген сөз. Ол мына жерде баға скопление болса, артқа қайтып кетеді деген сөз емес. Өйткені артқа қайтып кететін болса, мына жердегі скоплениелер ше. Осы жерде де скопление болған. Вот мына жерде скопление болған. Вот мына жерде болған. Осы жерден қайтып кете салу керек еді, егер шорт позициясына қарай кетіп бара жатқан болса. Бірақ баға бізде шорт позициясына кетіп бара жатқан жоқ. Бізде баға өсіп жатыр керісінше. Әрине, қазір обедкі уақыт сол 4,5 аралығында болып жатыр сауда, но все равно баға бізде жоғары қарай көтеріледі, достар. Қазір біз осы свечаның уақытын күтеміз, асықпай, достар. Осы свечаның уақыты арқылы біз жоғарыға деп бір қарастырып көретін боламыз, достар. Так, біз оға дейін мына жердегі өзіміздің валюталарымызды реттеп алайық алдын ала. Так.
Вот мына жерде ашылды. Так, британский доллар, австралийский, там британский фунт, австралийский доллар деп. Вот мына жерде де дәл өзіміздің сделкамыз. Так, GVP out. Бізде 30% болып отыр. 30% дегеніміз әлі сенімсіздік, достар. Барлығы пәске қарай етіп тұр. Бірақ барлығын көпшілікті көз қарасы бізде жоғары қарай кетіп бара жатыр. Так, біз өзіміздің дәл осы свитчамызды күтеміз. Осы свитчаны күтеміз, содан кейін барып сделкамызды қарастырамыз, достар. Вот, достар, бізде уақыт бітуіне 5 секунд қалды. Күтеміз. Негізі жоғары қарай деп ақша берсем болады, достар. Так, біз Quotex платформасына кіріп, сделкамызды жоғары қарай деп ашатын боламыз. Так, біз неште аштық, сол жағын көріп кетейік. Бізде Quotex платформасында британский фунт және австралийский доллар валютасын 2-де 0.87-де 86 ашылды. 87-86 дейді. Біздегі Pocket Option платформасындағы ашылған уақыт қарайтын болсақ, 143-те 679-да ашылыппыз. Енді біз 87 86 дейді. Міне вот мына жерде ашылғанбыз, осы жерде. Вот, достар, біз осы жерде ашылғанбыз. Вот мен мына жерде әдейі қарастыратын белгілеп кеттім мен. Осы жерде көрсетіп қоя салайын. Бірақ бізде баға қайтадан шоғырланып жатыр. Айттым ғой, мен скопление аймағында бізде негізі сделка ашу өте қауіпті, достар, өте қауіпті. Біз күтуіміз керек еді, бірақ былай айтқанда шыдам жетпеді. Мен сіздерге ертерек көрсетуім керек еді. Вот бұл скопление аймағына өшіріп тастайын, пока уақытша керек емес, миды ашыту керек емес. Так. Вот мен мына жердегі ссылканы көріп тұрмыз ғой, 87-86 аштық біз. Осы жерге келу керек. Мұндағы баға, вот мына жерде жүрген баға, осы жерге келу керек. Бізде қазір баға қай жерде жүр? 2-де 0.87-73-те жүр баға, достар. 2-де 0.8-770-те жүр. Бізде баға қазір тұрақсызданып жатыр. Бірақ по-любому любой случайне баға жоғары қарай көтеріледі, достар. Достар, мұнда қарайтын болсақ, баға бізде прибыл минус болған, несте жабылған көретін болсақ, 2-де 0.87-те 79-да жабылған. 2-де 0.87-86-та ашылған болса, 79-да жабылған. Вот көріңіздер, баға енді көтеріліп жатыр. Енді біз не істейміз, достар? Енді біз дәл осы сделканы, осы жерден біз 1 минутқа қоямыз, және мына жерде процент болады, осы жерде switch деген басатын болсам. 2% көбейтіп алам. деймін да. Бізде не істейміз? Қазір емес. Вот бізде уже ашылып қойыпты. Бізде Pocket Option платформасына неште ашылды? 143-те. Міне жерде қарайтын болсақ, бізде 2-де 0.87-83 дейді. Вот бізде ашылған уақыт Pocket Option платформасында. Қай уақытта жабылған? 2-де 0.87-67 дейді. Бұл жерде не болды? Бұл жерде біз сделканы жоғарыда қарастырған едік, бірақ бізде 83-тен 67-ге түсіп кетті. Бізде айттым ғой, баға тұрақсызданып жатқанның себепті бұл жерде біз нақты өзіміздің сделкамызды қарастыра алмайтынбыз деп. Бірақ, достар, біз осы сделкадан кейін бәрібір де жоғары қарай деп өзіміздің сделкамызды қарастыратын боламыз. Мен осы жерге әдейі солай сесіп қояйын. Сделкамызды біз по-любому жоғарыға деп қарастыратын боламыз. Осы уақыт бітеді. Бізде уақыт бітуіне 40 секунд қалды. 40 секунд бітеді. Сразу, достар, жоғарыға деп негізі қазірде аша берсек болады. Қазірдің өзінде жоғарыға деп біз 2% емес 3%-ға көтеріп, жоғарыға деп өзіміздің сделкамызды қарастырып кететін боламыз, достар. Вот 6%. Осы жерден аша берсек болады. Біздің ашқан уақытымызды қарайтын болсақ, 2-де 0.89-21-де ашылды. 2-де 0.89-21 дейді. Енді біз Pocket Option кіреміз да, жоғарыға деп қайттан сделкамызды қарастыратын боламыз. Бұл жерде 2-де бізде ашылған уақытты қарайтын болсақ, 2-де 0.89-04 дейді. Мұндағы Quotex платформасында ашылған уақытымыз 2-де 0.89-21 дейді. 2-де 0.89-21. 89-21.
89-21 дейді. Вот мына жерде достар. Бізде ашылған уақыт осы жерде тұр. Вот көріп тұрыңыз ғой, иә? Осы жерде тұр. Неге баға ары қарай кетіп жатыр, достар? Өйткені мұнда біз бұрынғы тарихына қарайтын болсақ, бізде қазір кетіп жатқан баға вот бұрынғы тарихында 20 май кезеңдегі графигіне қарайтын болсақ, бұрынғы графиктері бізде скопление аймағы болған. Но все равно бұл жерде екі аймақ болып тұр. Қараңыздар, мына жерде бір остановка болған екен, мына жерде екі остановка болған екен. Но скопленияның ішінде әрине. Скопленияның ішінде осылай белгілеп қоям, достар. Вот. Былай қойсайын. Енді біз қазіргі ситуацияға оралатын болсақ, біздегі баға қазіргі ситуацияда не істеп жатыр? Дәл осы аймақтан бері қайтып жатыр. Негізі баға бір разворот болу керек, достар. Баға негізі бір разворот болу керек. Біз өзіміздің сделкамызды көрейік. Вот, енді біз өзіміздің сделкамызды плюске жаптық. Астына қарайтын болсақ, біз ашқан уақыт 2:0.89-да 21-де ашылса, жабылған уақыт 2:0.89-да 27-де жабылған. 89-27. Ал Pocket Option'ға кіретін болсақ, біздегі қазіргі баға жабылған пайыз. Так, бізде бұл жерде минус болған, достар. Pocket Option платформасы минусқа жабылды. Бізде қай кезде ашылды, қай кезде жабылды? 2:0.89-да 04-те ашылдық, 2:0.88-96-да жабылды. 88-96 дейді. 96-да жабылды. Сонда баға бір түскен кезде жабылған екен Pocket Option'да. Вот мына жерде жабылғанда бағасында. Ал Quotex платформасында үлгерген. Өйткені 89-27-те жабылып үлгерді, достар, бұл. Все равно бағаны біз жоғарыға long позициясына деп қарастырған едік. Вот, достар, мен біріншіден бұл анализінде қай жерге сендім? Бірінші трендовый линия көпшіліктің көзқарасына сендім. Екіншіден мен сызған объемнан бұл по-любому өту керек болған мына жерден. Өйткені мұндағы кішігірім разворот болған. Оның тендері мұндағы сопротивление аймағын бір барып көрді. Ол деген сөз жоғарыда сатушылар әлсіз деген сөз. Сатушылар әлсіз деген сөз. Егер әлсіз болмайтын жағдай болатын болса, мұндағы жасыл свечалардан қарағанда қара свечалар өте үлкен болып тұрушы еді, крупный болып тұрушы еді. Астындағы объемдарды қараңыздар сіздер. Қызыл объемдар вообще жасыл объемдардан қарағанда кішкентай және бір кетім өсім, бір кетім үлкен сияқты көрініп тұр. Қызыл объемдардың мұнда кішігірім қозғалыстары мұндағы қара свечалардың қозғалыстарына түк те әсер ететін жоқ. Жоғарыда вообще сатушылардың күші аз. Ол дегеніміз сөз, сатып алушылар мықты болып тұр. Жоғары қарай көтерілу керек еді. Трендовый линия бойынша, және объем бойынша, және свечалар бойынша көтерілу керек еді. Біз тура мен айтқандай, бірінші сделкада енді біз ценовой скопленияның арасына келген кезде минусқа кірдік, но екінші сделкамызда біз плюсқа шығардық, достар. Вот, достар, бүгінгі видеомызда сіздермен британский фунт және австралийский доллар валютный параларына сделка қарастыру керек еді. Анализ жасап, вот біз сіздермен осы видеода британский фунт және австралийский долларға анализ жасадық және сделкамызды қарастырдық. Достар, видео пайдалы болса арнамызға жазылып, қолдау білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта, достар, сіздермен бірге екі валютный параларына бірдей анализ жасап, сделка қарастыратын боламыз. Ал олай болса, келесі видеода кездескенше, достар.